Сәлем достар. Қазір біздің үйімізге құрметті қонақтар келеді. Қазақстанды әлемге танытып жүрген кісілер. Біз сол кісілерді күтіп алуға дайындалып жатырмыз. Барлығын дайындап қойдық. Әзірге құпия. Келесі жалғасын көресіздер. Достар, жаңа айтқандай, бүгін біздің үйге өте танымал құпия қонақтар келеді. Және олардың саны 20-дан аса болу керек. Біз соған қызу дайындық үстіндеміз. Балдар мұнда киініп алған. Қазір колонка, өлең бәрі дайын тұр. Мінекей андай арка дайындап жатырмыз. Бұл біздің үйіміз. Қазір қараңыздар, анда арканы дайындап жатырмыз. Атқарын кел. Қазір күтіп аламыз, өлеңмен, бимен қазір тамада келеді. Осы қазір гүлдерді қоямыз. Мінекей біз үйге кіріп жатырмыз. Андай әдемі шариктер ілініп тұр. Қазір төбеге қонақтарға жайылып жатқан дастарханды көрсететін боламыз. Мінекей лестницамен осылай көтерілеміз. Бисмилля деп көтерілейік. Мінекей есікті ашамыз. Солай кіреміз. Мінекей достар, қазіргі біздің құпия қонақтарға жиналып жатқан дастархан қазір әдемілеп әрлейтін болады, әсемдейтін болады. Бұл отырысқа арнайлап күріш басатын қазаншы келді және даладағы шашлық жасайтын боламыз. Сондықтан үлгерсем түсіретін боламын. Бұл біздің камин. Түсеміз. Осылай украшение жасап жатырмыз. Қазір мен су себетін болам. Мына жерге жақсылап су себеміз. Әбдікар, мына жерге гүлдерді қояйық, әдемілеп. Қазір қонақтар күтіп аламыз. Бізде міне шашуымыз дайын тұр. Кейін кезде шашу шашамыз. Баротын ашамыз. Қазір мына жерге біз Әбдікар екеуміз су себеміз, мына жерге су себіп қайтайық. Бисмилля. Су шашып жатырмыз. Қаш Әбдікарым. Қаш. Иә. Бүгін қапырықтау. Мінекей достар, осылай су сеуіп жатырмыз. Жақсы таза ауа леп беріп тұрсын деп. А ты знаешь, можно... Денімді боста, бұл дискотека, из 90-та, магнитофонды. Бар, әжеге Сәлем достар. Біздің құпия қонақтарымыз келе жатыр. Қазір күтіп алатын боламыз. Өлеңмен, әнмен қызық болады. Күтіңіздер, біздің бірге болыңыздар. Біздің Байқоңырда жоғар жерлеріне келіп жатыр, өзіміздің Байқоңырымыз. Әжелеріміз бар ғой, Құдайға шүкір, қарттарымыз аман болсын. Түсіп Сәлеметсіздер ме айт? Қаттырақ айт. Достар, міне біздің құпия қонақтарымыз келе жатыр. Ал қазір шеру болады. Раушан Ануарбекованың ұлттық құндылықтарды сақтап насихаттай қатты шерудің аясында таң қалдырған әжелер, қазақ әжелері қош келдіңіздер. Біздің енді сыр елі жыр елі демекші Қорқыт бабам қоныс тепкен, жерменен көкті жалғаған, адамдары космоспен тілдескен, жұлдызды қалашық Байқоңырға қош келдіңіздер. Қош аяу. Қош
жасап жүрген мынау Азыр бір видео алып шығайын. видео түсіріп әжелеріміз бүйтіп тұрса көріңіз иә келгенімізді әжелер сыр еліне қош келдіңіздер қолды былай Иә, қош келдік. Әдемі өлең қойып жібереміз. Әке бірден алып кетейін мен. Күріш пісіп жатыр. Достар қараңыздар, міне әдемі күріш пісті. Енді ет саламыз. Әмшілер, не істеп жатсың? Шашлык па? Шашлык дайындай аласың ба не? Қане, сен істедің ба? От, көмір жағып жатыр, күшті ма?